Kıyın nerse? Күн сайын адам баласы ең қиын екен. Күн сайын адам болу. Көңіл бұрғыла. Жараттан Аллахтар пайғамбарды мақтаған, сен арабтансың, сен құрайсың деп ұруысы менен емесімен мақтаған жоқ. Ва иннака ла ала хулуқин азим, сен ең жоғары адеп ақылақ иесің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сүйікті пайғамбарымыз сахабалардан ұшындай жолдаштармен отырып мындай дейді. Ала ухбирукум би ахаббукум илайя ва aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah. Қияматта маға ең жақының, маға ең сүйіктігімді айтайын ба дейді. Азыр ұстазыңар араңарда маға ең жақсы көрген оқушымды айтайын ба десе, кім екен деп қаласың да. Же мектептің директоры араңарда мен ең жақсы көрген спортсмен жігітті айтайын ба десе, кімді айтады екен деп ойланып қаласың. Пайғамбар айтады, сілердің араңарда ең маға сүйіктігіңер, жана қияматта маға ең жақыныңар. Кейбір айтады, мен Ақжол Махмутовтың подъездінде жашаймын, айылдан боламын, Кейде паланчы депутаттың айылдан боламын, паланчы министр айылдан мақтанасың да. Қияматта пайғамбарға ең жақын, пайғамбар айтады, қияматта маға ең сүйіктігіңер, маға ең жақыныңарды айтайын, айтың десе пайғамбар, ахасинукум ахлақан, кимиңердің мүнөзіңер, адеп ақылаңар ең жақсы болса, маға ең жақын. Ең көп намаз оқыған, ең көп умраға барған деген жоқ. Кім жақын болады екен? Ең кім адеп ақылақы жақсысы. Ошондон да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип сурады. Суилар расул, пайгамбардан сурашты. Аксар ма юдхилун насал жанна, адамдардын бейишке кирүүсүнө эң көп себеп боло турган нерсе эмне dedi? Тақваллах, Кудайдан коркуу, ва хуснул хулук, жакшы мүнөз dedi. Бейишке кириш үчүн биринчи эмне экен? Тақваллах, Кудайдан коркуу. Тақва деген билесиңерби? Не деген тақва? Ким жооп берет? Тақва деген сөз не деген сөз? Көп угасыңар, устаздар айтат, тақвадар болун, тақва дегенди ким билет? Тартынбай, кол көтөрбөйт. Иманга бекем болгон, анан. Туура, дагы. Дагы ким билет? 5 вакыт намаз окуган. Кудайдан коркуу. Тақва, ораза кармаган, дагы. Тақва деген ал-хауф минал жалил, Кудайдан коркуу, камерадан эмес, устаздан эмес, жетекчиден эмес, классыңдагы атамандан эмес, Кудайдан коркуу. Вал амал бит танзил, Кудайдын түшүргөн шариятына, Кудайдын буйругуна баш ийип аткаруу. Кудайдын бергенине разы болуу, Кудайдын астына бара турган күнгө даярдануу. Түшүндүңбү? Жаннатка эң көп киришибизге биринчи тақва экен, кийинки хуснул хулук, эң жакшы мүнөз.